Месут Девранға сіздің үйіңізді өртеген Фрат екен дейді. Оның көлігінің қай жерде екенін біліп тұратын құрылғы орнаттым деп телефонын көрсетеді. Оның сазайын өзім беремін деп Месутты қонақ үйде қалдырып кетеді. Девранмен бірге Юсуп пен Джемода кетеді. Вахап Девранның қайда кеткенін Месуттан сұрап алады. Бүгін Азизенің қына кеші болады. Барлығы қонақ үйде оған дайындалып жатыр. Юсуп қына кешінде анасында шақырған еді. Сүхейла Зулейхамен Юсуп туралы сөйлеспекші болады. Бірақ Зулейха екеуміздің арамызда барлығы бітті, сөйлесетін еш нәрсе жоқ дейді. Сүхейла мен кете берейін деп бара жатқан кезде Азизе оны тоқтатады. Сіз бізге кезінде көп қамқор жасадыңыз. Менің қына кешіме қатысыңыз. Сізді қонағым ретінде көргім келеді дейді. Бевдет балаларды алып қонақ үйге бара жатады. Букет келіп оларға қайда бара жатырғандарын сұрайды. Самет қонақ үйге бара жатқанын, онда әпкеміздің қына кеші болады деп айтады. Бевдет балаларға басқа ештеңе айтқызбай алып кетеді. Букет ойлап қалады, бүгін қонақ үйде Юсуп пен Зулейханың қына кеші болып жатыр екен деп. Ол Хашметтерге келеді. Сендер мұнда еш нәрсе білмейсіңдер. Анда қонақ үйде Юсуп пен Зулейханың атастыру кеші болып жатыр дейді. Біздің Юсупымыз үйленгелі жатыр, ал біздің хабарымызда жоқ дейді. Сөйтіп барлығы қонақ үйге баруға шешім шығарады. Деврандар Фратты тауып алады. Сол уақытта Фрат Явузбен телефонмен сөйлесіп отырады. Девран шындықты білді, үйді мен өртегенімді біліп қойды дейді. Мен жасырына тұруым керек деп Явузға айтып жатады. Девран Фратты көлігінен түсіріп алып, оны ұра бастайды. Сен менің үйімді өртедің, ол кезде әйелім болған еді. Әйелімді өлтіргеніңде мен сені тірі қалдырмас едім деп Девран Фратты ұрып тастайды. Фрат болса ақталып жатыр. Сендер маған басқа амал қалдырмадыңдар. Сендердің кесірлеріңнен мен туылғалы бұл өмірден таяқ жеп келе жатырмын дейді. Сенің басыңа түскен қасіретке менің кінәм жоқ дейді Девран. Сені өлтіремін деп оны қылғындыра бастайды. Юсуп пен Джемо Девранды тоқтатады. Әпкем үшін оны өлтірме, өзің жапа шегесін дейді. Фрат мені өлтір, қайда барасың дейді. Бұл өмірде тек мен ғана жапа шектім. Туылғанымнан көшеде өстім. Қаншама үйден қуылдым дейді. Сүлеймен өлген соң анаммен бірге қауышам ба деп жанына барған едім. Көп ұзамай анам да өлді дейді. Сенің басыңа түскендерге менің кінәм жоқ. Мен сенің бұл өмірде барыңды да білген жоқпын дейді Девран. Бәріне кінәлі сенің әкең деп айтып жатыр Фрат. Менің барымнан жоғым жақсы, мені өлтір, сол кезде ешкімге зияным тимейді деп айтады Фрат. Сені өлтіріп, мен қолымды қанға бұлғамаймын, өз өміріме балта шапқым келмейді деп Девран кетіп қалады. Деврандар кеткен соң Фрат көлігінің жанына отырып, барлығына кінәлі сенің әкең деп жатқан кезде Вахап та келеді. Мәрия Азизенің қына кешін болдырмау үшін оның көйлегін күйдіріп кетеді. Фидам көйлекті алып келіп, біреулер өтікпен күйдіріп кетіпті деп айтып жатады. Первин енді не киесің деп қуанып жатқан кезде Хамет еш қорықпаңдар дейді. Мен немереме Марвиннен арнайы көйлек алдырғамын деп алып келген көйлегін береді. Азизе қына кешіне сол көйлекті киіп шығады. Букет келеді. Ол Зулейханың кеші болып жатыр екен деп ойлайды. Зулейханы шақырады. Сен не деген арсыз, намыссыз қыз едің. Юсуп екеуміздің жатқанымызды білесің, сонда да ізінен қалмай жүрсің деп Зулейхаға айтады. Сен өз орныңды біл деп Зулейха Букетті шапалақпен тартып жібереді. Екеуі ұрсып жатқан кезде Юсуп келіп қалады. Не болды, не істеп жатырсыңдар? Букет, сен мұнда не істеп жүрсің дейді. Букет кеше екеулеріңнің бірге жатқандарыңды айтуға келіпті маған дейді. Тағы мені арсыз, намыссыз деп сенің ізіңнен қалмай жүгіріп жүргенімді айтып жатыр дейді. Жатқаны ес, тағы бұл не дегенің дейді Букет. Мен саған кеше айтпадым ба, менен аулақ жүр, екеуміздің арамызда бәрі бітті деп. Букет жылап тұрып, Юсуп, сен әлі түсінбедің ба, мен мұның бәрін сені жақсы көргеннен жасап жатырмын дейді. Юсуп айтады, Букет, мен сені сүймеймін, мен Зулейханы сүйемін дейді. Юсуп айтады, Зулейха, қалайша сен мені сондай істерге барады деп ойладың дейді. Зулейха, болды жетер, мені тыныш қойыңдар деп кетіп бара жатқан кезде Юсуп оны ұстап қалады. Сені тыныш қоймаймын, Зулейха, мен сені жақсы көремін деп Юсуп Зулейханы сүйіп алады. Юсуп пен Зулейханың ортасындағы мұздар еріп, екеуі қайтадан татуласты, ал Букет жынданып кетіп қалады.